адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің Қазақ Ортақ каналы. Видеоны басым жат сіздердің де қолдау күтеміз. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды аямаңыздар достар. Барынша қолдаумен лайкпен аямасаңыздар болғаны. Және де бүгін бізде PES Mobile түсірейін жатырмыз, eFootball. Сондықтан да кішігірім біздің сборныйымыз бар. Алдында жинап қойған едім ойыншыларды. Жақсы ойыншылар бар. Айымбетов, Зайнудинов бар. Ортада ойнайды Зайнудинов біздің. Айымбетов шабуылшы ретінде ойнап жатыр. Және де тағы берген бар. Өте керемет ойыншыларды не істедік, жинап қойды. Және де тренеріміз Байсуфинов Талғат осы алдыңғы тренеріміз болған еді. Бүгін сол осы ойыншылармен бір ойын ойнап көретін боламыз. Және де бүгін бізде жақсы ойын ретінде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Біздер қазір команда мечтайды матчтарды ойнаймыз. Кейбір жандар жазып жатыр, боттармен ойнап жатсың, неше түрлі нелер бар, бірақ оған ешқандай мән бермейміз. Тек біздің қолдасаңыздар болғаны, аямай қолдап жетелесеңіздер, бұйырса топ өрігінде көтерілуге тырысатын боламыз. Жақсы каналдардың қатарына қосылып, сіздерді ұмытпай, жастарға өте керемет жақсылықтар жасап, көптеген сыйлықтар жасауға болады. Сондықтан да тек ерінбей еңбек етуіміз керек. Біздер бүгін дивизионда ойнаймыз, 9-шы дивизионға көтерілген едік. Бұл деген енді достар, қарсыласымызды таптық, және қарсыласымыз Жов дейтін. Біздің қарсыласымыз өте жақсы, ойыншылар жақсы екен. Дибала бар, Мартинес бар екен. Златан ойыншыларына қарсы ойнайтын боламыз. Не болса да енді жеңіс тілейміз өзімізге. Бірақ енді білмеймін, бұл бот бола ма, не бола ма, бірақ біздің ойыншылар гол соғу керек. Қалай солай болсын да әйтеуір. Ойын мәнерін көрсете алса, өте жақсы болатын еді ойыншыларынан. Ал кеттік, қарсыласымыз Аргентина, Дамио Граньоро деген ойыншы екен. Енді ойынды көрек. Ойын басталсын бірден. Бізде кішкене ситтің шамалы болуына байланысты қарсыласымыз ұзақ іздедік. Сондықтан да енді бір гол соғуға тырысатын боламыз. Айымбетов ортадан айырылды. Лагвиненко Дибала паспен достар, мынау ұят. Бірден өзі кіріп гол соға кеткенін қалай кетті. Ұятай бұл деген енді масқара. Ойналмауымыз деген енді қате болды бұл жерде. Жақсы, бірден гол соғып кетті. Қарсыласымыз қуат пас берді. Фараговский тағы берген. Ортадан әдем өтіп келе жатыр еді. Айымбетовке пас. Қуаттың жылдамдығы жақсы. Пас береміз, бірден тағы берген жүгіріп бара жатырған еді. Бұл жерде қарсыласымыздың ойыншылар паста шамалы оқпады бұл жерде. Зайнудинов көрінбей жатыр. Бейсебековтың пастарын көрек. Быстров әдемі. Әдемі өтіп кет. Айымбетов гол соғу керек. Әдемі гол. Шыны керек, Айымбетовтың голы действительно гол болды. Мынандай голмен енді бірден есемізді қайтардық. Басы жақсы болып жатыр. Голда гол соғылып жатыр. Бірден өте алмады. Ал кеттік. Енді тағы бір қарсыласымызға бір оңай жаңға екенімізді дәлелдейтін боламыз. Допты әдемі алды, тағы берген. Пас. Зайнудинов кімге бірден келіп қалды бұл жерде ойыншылар. Және де үлгеру керек. Топты алдық. Зайнудинов екі ойыншының ортасынан Айымбетовке. Айымбетов қайттан Зайнудиновке. Зайнудинов пас. Айымбет удар жасау керек еді. Бірден неге ойланып қалды бұл жерде. Бірден басқан сияқты едім қарсыласымызға. Бұл жерде фитті өзгертетін боламыз. Және де
әуелетіп пас беріп Зайнудинов Бейсебеков үлгеру керек, үлгерді, және де әуелетіп пас көтерген едім, бірақ үлгермей. Айбекен жақсы. Айымбетов Быстров неге допты алысқа жіберіп алды? Зайнудиновке берілетін пас еді. Бірден қателесті ойыншыларымыз. Бұл жерде Мартинес допты көтерді. Жақсы. Лихно дейді. Топтан айырылып ол арттың деген оймен Дибала енді ұстатпай ау деп ойлап едім. Абекен әліп әйтеуір подкатпен алды. Қуаттың пасы Быстровке жете ма, жеткен жоқ. Крестенс әліп жайлы паспен ұруын керек. Бұл жерде ірілі денелі әліп қой бізде. Абекен пас Быстровқа айтадан Абекенге, енді Быстровқа бересің, және бұл жерде Айымбетов жайлап кіріп келе жатқан сияқты едің. Бас бұл жерде өзін ойлап кеттің. Бұл жерде пас беруің керек, тағы ар жақта ойыншы тұрған сияқты еді. Бірақ неге жай пас берілді? Ойын бізде. Қалай солай. Әйтеуір бот болса да әйтеуір жақсы ойын бізге қарсылық білдіріп жатыр. Бір жағынан біздің бір көптен кірмеген уақытымыз бар десек те болады. Ал әдемі Фараковский пас берілді, тағы берген. Әдемі допты қабылдады. Артқа тартамыз, және де Айымбетов паспен. Бұл неге алдына бармайсың? Зайнудинов алдына барсаң, бірден қорыққанын пас бере қояды деп ойлап едім. Қуат жақсы, тағы берген. Пас жай болып қалды бұл жерде. Тағы бергенім пасы. Қатты бергенде Зайнудинов тек ұстап тұратын еді. Абекен Зайнудинов және де доп. Гол! Бірден Зайнудинов күткен сияқты едім, осы бірден гол соғатынын. Жоқ, бұл Зайнудинов, Айымбетов. Айымбетов дубль атанды, бірден пасты Зайнудинов берген болып тұр онда. Шатастырып жібергеніміз. Жақсы. Сласымыз бірден ойыншыларын өзгертіп жатыр. Оған мән бермейміз. Кімді шығарсаң да, Мессиді шығарсаң да, әйтеуір бірден алып біреуді шығаруға болатын еді. Бұл қандай мүмкіндік Мартинес. Біздің ойыншылар әдемі пас беріп кірген сияқты еді бұл жерде, бірақ соққысы кішкене дала кетті. Енді ойыншыларымыз қазір пас Сейсеннің несін көреміз, қақпада тұруын. Ешқандай бірақ гол кіргені болмаса, бұл жерде пас қателік кетіп қалды бірден. Не деген пас. Өзімнің қателігім. Бірден ойыншыларымыз ұстап қалды. Жай ғана удар, Сейсен ұйықтап қалды десек те болады бірден. Ойыншыларымыз ал кеттік. Айымбетов Қуат пас береміз, және де бұл жерде Вараговский әдемі тағы берген. Топты алуға болатын еді, бірақ ортамен ойнау керек қайттан. Айымбетов әдемі шықты, тағы берген. Өзің жүре беру керексің, пас беріп, және де Быстровқа неге пас жеткен жоқ? Мартинес бірден допқа ұмтылды ғой. Әдемі 3-3 мүмкіндік келе жатқан едік, бірақ үлгертпейді. Бейсебеков қайтелік. Әліп әдемі допты алған сияқты едің. Бұл жерде жайлы пас береміз Бейсебековке. Бейсебеков Быстровпен өтіп келе жатыр. Неге Айымбетов артқа айтып қалдың? Мыналар қателесейін деп жүр бірден. Ойыншылар алу керек, ал Бейсебековтың ойынын көреміз. Өте әдемі өтіп кетті ойыншыларын. Бейсебеков апсайдта қалған екен ойыншыларымыз. Апсайдта қалған екен. Пас берілді Бейсебековтен Қуатқа, Қуат Абекенге, Абекен Быстровқа, Быстров Зайнудиновке. Қалай солай пас берілетінді. Әдемі Лагуненко, Айымбетов өттің, және жайлы пас неге бұл жерде? Пас өтпей қалғанын қараңыздар. Пас өтпей жатыр.
әдемі таға берген, тағы да допқа ұмтылып жатыр. Міне болды, шықты, енді әдемі өту керек. Бұл жерде қайттан өзіне таға бергенге қайттан пас. Әбеке, әдемі тики-така, достар. Тики-таканың көзін көрсеттік бірден. Мынау деген енді жойқын гол. Действительно 3-2 деген керемет матч болып жатыр. Ойыншылар сынып қалған еді. Бірден 84-ші минутта гол жіберіп алды. Ай бұл жерде. Біз Айнудиновтың ойынын көрейік. Пас берілді. Әдемі таға бергенді көрген едік. Таға берген артқа тартады. Бұл жерде бірден соққы жасайсың ғой. Қанша жерден ойыншы ашық тұрсын. Ал Бейсебеков кетті. Жауық тұрса да сол ойыншыға пас беріп тек. Ойыншы Мартинс кетті енді қарсыласымыз. Әліп бара қоюын керексің енді әліп. Бірден жақсы, өте керемет жеңдік. Жеңіс құтты болсын достар. Енді дұрыстап енді осы футбол қолға алу керек болып тұр. Осылай достар, сіздерге видео түсіріп жатырмын. Қолдау көрсетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.